Оқырмандар, көздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін бізде бастың, яғни қыстың соғымының шекесін үйтіп, оны оқсату болды. Күйеуім соны үйтіп, маған дайындап беріп жатыр. Ал мен болсам, оны сайлап тұрып жуып алдым, барлық күйесін кетіріп, алдыңғы видеода салған болатын қалай жуғанымды. Міне жуып, енді үйге кіргізіп 1-2 сағат қойып, оны кішкене еріттік. Әрине ертпесек, одан жағын айыру мүмкін емес болатын еді. Кішкене 1-2 сағат тұрып, ішінің мұзы кеткеннен кейін барып, күйеуім алып бүткіл жағының етін барлығын сылып алды. Сосын жағының етін сылып алады, және тілін алды. Әйтпесе, тілін алып жағының етін алмаса, мынау жақ сүйегі алынбайды. Ал сиырдың жақ сүйегі керек емес. Қойдық сияқты емес, сиырдың жақ сүйегін екіге бөліп, екі жағынан суырып алып тастайды. Ол міне осы процесте болып жатыр. Байқасаңыздар, мен күйеуіме өзімше көмектескім келіп тұр. Бірақ ана балтадан қайта қорқып, кішкене қашқақтап тұрмын. Дегенмен әйтеуір әлім келгенше отағасына көмектесіп, бірге тындырып жатырмыз. Осылайша міне жақ сүйектерді алып тастадық. Баламмен еще арасында ойнап алам ғой, автомат қылып. Сонымен не керек? Тілін суырдық, барлығын суырып болғаннан кейін балтаны алып, сыртқа күйеуім шабуға кетті. Шапқан кезде тұмсығын міндетті түрде алып тастайды. Тұмсығын біз керек етпейміз. Кейбір қазақтың әжелері осы тұмсығында қайнатып жатады, бірақ біз тұмсығын алмаймыз. Сосын тұмсығын алып тастағаннан кейін міндетті түрде шекені екіге бөлеміз. Өйткені бір қайнатуға келмейді, ол көп болып кетеді. Сондықтан қазақта бұрыннан сиырдың шекесін екіге бөлген. Ал жылқыныкін біз бөлмейміз, жылқыныкін үйтпейміз. Жылқының терісін сыдырып тастап нетеміз. Солай тұмсығын алып тастайды да, бір шеке болады, ал сиырда 2 шеке болады. Міне осылайша жағының етін бөлек салафанға жуып, тұздап салып қойдым. Оны бір етке немесе басқа бір тағамдарға қосуға болады. Ал мынау жақтың сүйегін сылып алған еттер, оны қуырмашқа пайдалануға болады, котлетке пайдалануға болады. Ал мұна көрсетіп тұрған бұл тіл, әрине бұл тіл деликатеске жатады. Қазы қартаның қасына қойып, мұздай тамаққа ұсынуға болады, салқын тамаққа. Бұны міне ысылай қайнатқан кезде, терісін ыссы күйінде сылып тастаса, алынып қалады, ішінде дәмді тілдің еті шығады. Бұл енді бізде қазақта малдың ешқандай затын сырап қалмағанбыз ғой. Сол нәрсені мен де ұстанамын, ештеңесін мен лақтырмаймын. Осылайша әке-шешемнен көрген заттарымнан барлығын осылай жасап, оқсатып аламын. Ал сіздер тілін, жақ етін аласыздар ма? Оны да айта тұрыңыздар комментарийге. Міне енді мына 2 шекені тұздап пісіріп аламыз.